Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге Толымбек Әбдірайымның ақылды түлкі атты ертегісін оқып беретін боламын. Қалың орманда тәртіп бұзған себепті жолбарыс торға қамалды. Күні кеше емін-еркін жүрген ол тар жерде аласұрды. Кінәлі екенін білсе де, өр көкірек мінезін ырғып бермеді. Адамға деген өшпенділігі асқына түсті. Қолына түссе жеп қоймаққа бекіді. Ерте соған қарай белі бүкіреген бір қарт келе жатты. Жолбарыс жүрегі жарылардай қуанды. «Ей адам!» деді дауыстап. Таяққа сүйеніп аяғын әзер алған қарттың құлағы ауыр болатын. «Ей адам!» деді жолбарыс дауысын одан сайын шығарып. Қарт тоқтап төңірекке қарады. Темір торда тұрған жолбарысты көрді. «Не айтасың?» деді сосын. «Мені босатшы!» деді жолбарыс жалынышты дауыспен. «Еркіндікке шыққан соң өзіме шауып жүрмейсің бе?» деді. «Жоқ, уәде берем, тиіспеймін». Жыртқыш екенін білсе де, сөзіне сенген қарт оны тордан шығарды. Жолбарыстың қарны аш еді. Тамақ іздеп тентірегенше, мына шалды жей салайын, деп ойлады ол. «Ей пенде, мен сені жеймін!» деді ол қартқа төніп келіп. «Уәдем қайда?» «Ол тор ішіндегі сөз ғой, енді ойым өзгерді. Түрімді көріп тұрсың, қу сүйекпін. Жесең тоясың ба?» «Маған бәрібір, жеймін. Өйткені қарным ашты. Алғыс айтудың орнына жеймін дейсің. Осың әділет пе?» «Маған бәрібір. Осының үкімін басқа аң-құстардан сұрасақ қайтеді?» «Жарайды, бір өтінішіңді орындайын. Екеуінің алдынан қасқыр шығады. Қасеке, мен мына жолбарысты темір тордан босаттым. Ол мені жеймін дейді. Осы әділет пе?» «Жегені жөн». «Неге?» «Адамдар менің бөлтіріктерімді көздерін ашар-ашпастан ұрлап әкетті. Сол үшін мен екі аяқтыларға өшпін». «Әне, көрдің бе? Көкжал не деді?» «Енді әзірлене бер. Тоқта, тағы бір аңнан сұрайық». Екеуінің алдынан аң патшасы арыстан жолықты. Қарт сауалын қойды. Адам баласы өте ашкөз, тойымсыз. Баяғыда осы орман аң-құсқа толы еді. «Көпке топырақ шашпа», деді қарт. «Қайырымдылар да бар», деді арасында. Бұл уәжді екі жыртқыш елеген жоқ. Жолбарыс желкесін күжірейтті. Қарттың жүрегі қатты соқты. Осы кезде төбелерінен бір топ үйрек ұшып бара жатты. Қарт дауыстап олардың жерге қонуын сұрады. Момақан құстар адам сөзін естіген соң былай деп жауап қатты. «Баяғыда мына қарасу айдын шалқар көл болатын. Неше түрлі балықтар жүзіп жүретін еді. Құстардың жайлы мекен еді. Қазір ше? Көркінен айырылып, жетімсіреп қалды. Сол үшін бізде адамдарды жақтыртпаймыз». Жолбарыстың сілекейі шұбырып, езуін жалады. Қарттың жүрегі қатты-қатты дүрсілдеді. Осы кезде сылаң қағып қызыл түлкі келе жатты. Қарт сауалын түлкіге қойды. «Ау жолбарыс, сәуелі әлгі торды көрсетіңізші», деді түлкі көздерін ойнақшытып. «Несі бар? Көрсетем». Жолбарыс алға түсті. Аз жүрген соң есігі ашық торға жетті. Осы екен ғой. «Я, дәл өзі. Қане, ішіне келші, сияр ма екенсің, көрейін». Жолбарыс темір торға сып беріп кіргенде, түлкі есікті жаба алмай қойды. Ажалдан солай аман қалған түлкі адамдарға алғыс айтты. «Достар, осымен ертегі сіздерге ұнады ма? Келесі жолы тағы да ертегілерді оқып беретін боламын.